мен ушундай кишини ошондой элестегенде bir карап турсам зал карап турмушту. Бул кишинин изилдөө объектиси Манас, Чыңгыз, Кыргыз. Жана өзү айтып кетти, өзгөчө мына бул экинчи тасмадагыдан жакшы айтыптыр. Бул Манас таануу багытын казактын улуу жазуучусу Мухтар Әуезов, улуу француз жазуучусу Луи Арагон, ана башка атактуулар түзгөн, бирок Кыргызстандагы пайдаланыл баардыгын өстүргөн ошо Абдыжан. Ар бир академиктин бешенесине туура келе бербейт. Өзүнчө багыт алып, ошону аягына жеткизип, эл аралык деңгээлде таанууга жетишүү алда сейлек кездешкен окуя. Абдыжан Махмурович айтматов таануу багытын Кыргызстанда эмес, калган өлкөлөргө жайып, ушуну өзүнчө адабияттагы чоң билим издөө багытына деңизге айландырган адам. Экинчи граны Компокко Куштуктун. Бул кишинин уюштуруусу. Киши чоң эле илимпоз эмес, көп нерселерди уюштурган азамат адам. Ошол эле Чыңгыз агабыздын ар кандай чыгармачылыгына байланыштуу нерселерди уюштуруп. Бир эле кичинекей деталь бул академиянын киреберишинде ар өткөндө дагы окумуштуулар, бер өткөндө дагы өзгөчө жаштар айтматов менен саламдашып киреберишинде отурбайбы. Өзгөчө жаштар келип, жанына отуруп, агабызды кучактап сүрөткө түшүп, сыймыктанып, байланып барды. Анын сүрөтүн мен да сыртка чыкканда ала келип, көргөзүп, кубанып. Үчүнчү бир жагы бул кишинин бул илимпоз эле эмес, чоң акын экен деп бирөө атасыздар. Мен мурда эле билчүмүн, бирок бүгүн жанагы эки тасмадан кийин, бүгүнкү ырларынан кийин азыр Таластык агабыздан ушундай чыгармачылыгын келтирип айтпады го. Амантай агабыз таланттуу акындар, чоң акындар экен. Бөлөк бир кыранын карап көрсөк, бул кишиники баарынан жогору. Анын окумуштуулугунан дагы, акындыгынан дагы үстүндө отурган бул кишинин адамгерчилиги. Маталиевдей адамгерчиликтүү адамдар аз. Абдыжан Махмурович, бар болуңуз. Сиз дагы Кыргыз элинин сыймыгысыз, академиянын сыймыгысыз. Сиз менен үмүттанабыз. Ака өлкө дос болуп жүргөндөр менен адам тааныштырабыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Көтөрүлө бериңиз. Сәлеметсіздер ма? Ағамыз дейін. Ресми жолда Атылжан Мырза деп айтуға болады. Керек. Мына ағай деп отырмын. Соны араларыңызда өздеріңіздің жылын осы кешке қатысқаныңыз өз басына мәртебе санай. Қазақта ұларсыздар Қырғызстан тарихында бүгінгі болды тарих. Мен көп айтпай қояйын, аға, өзіміз осы үлкен ұлтуға, көп ғана халқына бүкіл әлемге танымалы Чыңгыз Айтматов ағамызды өзіміз таныстырып, өзіміз өмірбаян соғыстың жазылған шығармаларын зерттетіп, болашақта ұрпаққа
rep үлкен жұмыс істеп жатырсыз. Сол себептен мына енді айтқым да келеді, сіздің осы үлкен жұмыс істеген тек қана осы Қазақстанда бағаланған жоқ, бізде де бағаланған. Бүгінгі күнде өзіміз Қазақстанның өте атақты достық орденінің иегері болдыңыз. Президент соңғы болып өзіңізге тапсырылған. Мына жақта айтып отырған сонағанымыз, өздеріңіз ағайлар. Бұл көп нәрсе, мына бағана отырда Абдулжан туралы керемет осындай шығыс Требовичтің 95 жылының арнайы біраз шаралар өткіздіңіз, осында көрдік, қарады. Жақсы бір керемет теледидарда жақындау фильм көп. Соны көріп, бүгінде айтып жатыр. Жақсылап қарап, соны сүйсініп, керемет тәрбиелі нәрсе. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, аман болыңыздар. Мына бүгінгі үлкен ғылыми жағынан, коммуникация жағынан балаларымыз мына телефон, компьютерді көшіп жатырмыз. Мен бағана көрдім, мына кітапхананы қандай керемет жазушылар кітаптарын айтып жатыр. Сол кішкене өкінішке орай қазіргі заманда басқа жаққа кетіп бара жатыр. Жастар одан бас тартып жатыр. Сол қайтарса дегендей үміт бар, арман бар. Балаларымыз кітаптың иісі, кітаптың өзі. Сол кезде ойлайын, тек қана мына телефон арқылы компьютер арқылы біз кітапты оқып, мына аналитика жағынан жақсы болады, ойлану жағынан жақсы болады. Сол себептен кітапты жаза беріңіздер, кітапты көріп шығара беріңіздер, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Әбдіжан аға бағана айтып кетті, бүгінде енді айтып жатсыз, бүгінгі күн мына осы шығармаға арналған күн. Кейін менде бүгін туған күніміз бар. Жоқ, оны айтып тұрмайды. Аман болыңыз. Мына бәрі өзіміздің әріптестеріңіз, үлкен ағалар, тілектерін айтып жатыр. Өзіңіз әріптестеріңіз, академик ағаларыңыз айтып жатыр. Сіз осы салада нөмір 1 болдыңыз. Бола беріңіз, аман болыңыз. Артыңызда біз бастарлар осы жастардан көп шықсын. Сол екі ел арамызға бейбітшілік тілеймін, аман болайық. Осындай бауырлас қарым-қатынасымыз тек қана мықты, жақсы болсын. Қалай болса да құдалас болайық, бауырлас болайық, осыны үзбей, ары қарай жұмыс істейік. Үлкен рахмет. Арбағылы қадырман ақсақалдар, замандаштар. Бүгін алдан жақсы кеші болып жатады. Мен бұл жерде айтқанда бірінші Шыңғыс Төреқұлович бойынша айтып кетішім мүмкін. Бұл Шыңғыс Төреқұловичменен депутат болып қалып, алғыш председатель комитет болып елші болып жүрген. Мен ал кішінің қандай орматтағанын, орыстардың, қазақтардың, әзербайжандардың, түріктердің, француздардың, немістердің қандай орматтағанын өз көзімен көрдім. Сол жердегі ең негізгі нәрсені айтқанда Шыңғыс Төреқұлович айтқан, бұл қырғыздың емес, дүниедегі адамзаттың философиясын ашыққа шығарып кеткен. Андан шығарып қосып жатқанда бұл жерде жануарлардың жаратылышты айқалыстырып, бүт ашыққа шығарып, қандай бір-бірінен керекті, қандай философия дегенде өте ұрматпенен, сыйменен дүние жүзіне танып кетсіз болып. Ол осы репрессиядан кеткен, кішінекей Қырғызстаннан өскен кішіне кем бүтмі. Егер шығармашылығы құрт, шындай өткір, ошол кездегі саяси шартқа жараша, ауалға қараша жараша, барлығы қолдауымен дүниеге талды. Бірақ ошол кішімізді қанткенде тірүү кездегі қазір енді естеп отабыз, қанцедағы біз даңқташымыз керек, даңғазалашымыз керек. Шыңғыс айтмаш бұл нәрсесін айтқанда, философиясын айтқанда, Шыңғыс Төреқұлович айтмады, қандай саяси қырдаалдарды болды. Өзіміздер білесіздер, Горбачевтың кеңесшісі болып жүр. Ошол кездегі Советтер Союзының өлімінде айтқан, қырғыз елін қолдап Қырғызстанның қырғыз тіліне сөзінде айтқан сөздерінің көп нәрселері бар. Шығармашылардың барлығын біз көпке шейін шығармаймын, елден шығарып берді. Шул жерден мен Шыңғыс Төреқұловичтің ұлылығын дүние белгілеп отыр. Аны біз жағы белгілеп, білінбеген жерлері көп. Бұл жерде мына Қылжан дос өзінің ең бейілдігі менен, түздігі менен, өзінің қойып,
ар кандай саясий акыбалга да туш келет. Ошого карабастан Чыңгыз Төрөкул Чайпаевди айтып, даңктап көрсөтүп келет. Мына биз айткандай, ар кандай себептер менен чыкпай калган чыгармаларын чыгарып атат. Бүтпөй калган чыгармаларын көргөзүп атат. Ошол жерде кандай сырлар болгонун айтып. Бул деген эмне деген? Адамдын өзүнүн келечеги эмес. Даңктап бирөөнү ачыкка чыгарып, андан тышкары жазып кеткен ырларын көрсөтүп атат. Бул деген улуу ойчулдун дагы айта албай калган, жетпей калган нерсесин макташыбыз керек. Биз чын айтканда чыгармаларын кайрадан окуп чыксак, көп нерсени үйрөнсөк. Ал жерде бир эле адамзаттын философиясы эмес, ал жерде адамзаттын келечектеги түзүлүшүн, ошонун психологиясын, дүйнө жүзүндө келаткан скул форму төзгөндөгү дүйнөдө өтө кыйын акыбалга келип калабыз деген нерселерди бул киши 30 жыл мурун айтып кеткен экен. Мына азыр дүйнө ар кандай акыбалга дуушар болуп атабыз. Ушуларды айтып кеткен экен. Эми эке достор айтарым, кең пейилдигиң менен, өзүңдүн жакшылыгың менен баарын коюп алга коюп өстүм. Академиктер айтып атат, академик болдум. Эми кыскача айтарым, сен жаңыдан ачылып келаткан ырчы акын болуп келесиң. Калемиң курч болсун, ойлоруң учку болуп турсун, ден соолугуң чың болуп, элге кызматка мыкты жигиттерден боло берсин. Сиздерге ийгилик каалайм. Чыңгыз Төрөкулович биздин сыймагыбыз. Кыргыз элинин тарыхы, Кыргыз мамлекетинин тарыхы, Чыңгыз Төрөкуловичтин атынан байланышкан кылымдар себеби Кыргыз бар кезде, Кыргыз мамлекети бар кезде ичкенин аты эч убакта өчүп. Кыргыз кылымдар боюнча дүйнө тааныган улуу чыгарманы дүйнөгө таанылып, дүйнөгө жеткирди. Бул Манас эпосу. Манас эпосун айтканда, бүгүнкү күндө алар да классиктер. Сагынбай Европа менен саякка каралат. Анау Абдулгажанды ошолордон анча-мынча айырмасы бар. Саякбай да, Сагынбай да Манасты көргөн эмес. Аян куш, ошолор ооздан оозго улам айтып берген уламыш. Анау таратмалар жигит айтмактын жантасы. Көп айтмак, уламыштан уламыш эмес, илимден илимге, чыгармачылыктан дүйнөгө даңгызалык берди. Азыр мына жердеги көргөзгөн экинчи тасманы көрүп отуруп, мен ойлондум да, бул тасма ким жөнүндө? Ичкен жөнүндө же Абдулгажан жөнүндө? Тасма өкмөттүн жөнүндө. Себеби мына бала ичкене эл шартап койгон. Сен тагдырың ушул. Мындан артта, бүгүнкү күнгө чейин тартып, мындан кийинки тагдырың. Сен бүгүнкүдөй академик Абдулгажан Акматаев бола алат деген, бола албайт деген, ал Кудайдын. Бирок сени ушул тагдырга, ушул даражага жеткирген ичкенин өзү. Биринчиден баласындай жанында эриштип турса, экинчиден чыгармачылыгын ойнаса, дем берип. Ичкенин аркасынан жүрүп, сен ушул даражага жетип отурасың. Кылымдар өтөт, ичкенин аты дүйнөдө кала берет.